Ассалаумалейкум мұсылмандарым. Менің сайтымның аты islam.kz.kz. Менің сайтымды мына мүфтияттың дүмше молдаларының сайтыменен шатастырады. Олардың сайтының аты жай ғана islam.kz. Бұл сайттың дүмше молдалардың сайты екенін мен бір емес бірнеше рет дәлелдеп бергем. Менің сайтыма кіріп немесе видеоларыма кіріп көрсеңіздер, мен Құран мен Сунна бойынша бұлардың дүмше екендерін, надан екендерін дәлелдеп берген бірнеше рет. Қазір тағы да тоқтала кетейін. islam.kz сайты менен asldin.kz деген бұл екеуі де имамдардың сайттары, мүфтияттың имамдарының, дүмшелердің. Бұл екі сайтта тақауда мақала шықты. Өлілер бізді естиме деген тақырыппенен. Жоқ, өлілер бізді естімейді. Бұл сопылардың шатпырағы, шайтан шығарып берген. Өйткені бұлар мұна хадисті алдарына тартады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде Батыр соғысынан кейін ана құдықта өліп жатқан кәпірлерге қарап сөйлеген сөзін кәпірі өлсе де естіді деп айтады. Жоқ, пайғамбарымызды шынын айту керек. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда білімсіз адамдардың бірі болған, дінді көп біле бермеген, Аллахтан аян кеп түсіп отырған. Хадистерді қарап отырсаңыз, көптеген сұрақтарға сразу жауап бермеген, Аллахтан жауап күтіп отырған. Сол кезде Бадыр кезінде де пайғамбарымыздың білімі аздау болғандықтан, бұл пайғамбарымыз ана өлілер өзінің сөзін естиді екен деп ойлаған. Осы хадис айтылғаннан кейін Аллах тағала бір емес бірнеше аят түсіреді пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға. Өлілердің бізді естімейтін жайлы. Тыңдаңыздар мына. Шынында сен өлілерге естіте алмайсың дейді. Ән-Нәмл сүресінің 80-ші аятында. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кәпірлер мені естиді, сендердің де жақсы естиді деп айтқан сөзінен кейін мына аят түскен міне. Ал сопылар өзінің надандығыменен бұл аятты білмейді. Сондықтан да өздерінің шайтанның шығарып берген ертегісіне сеніп әлі күнге дейін жүр міне. Бұл аятта былай деп айтылады. Тірілер мен өлілер тең емес. Рас Аллах әлдекімді қаласа естіртеді. Мұхаммад, сен қабірдегі біреулерге естірте алмайсың дейді. Әл-Фатр сүресінің 22-ші аяты. Көрдіңіздер ме? Қабірдегі естімейді деп Аллах айтып отыр. Аллах айтқаннан кейін сопылардың шатпырағы дұрыс па, әлде Аллахтың сөзі дұрыс па? Осыны ойланып көріңіздер. Тағы бір аятта айтады. Олар өлі, тіремес. Сондай-ақ қашан тірілетіндерін де білмейді дейді. Ән-Нәхл сүресінің 21-ші аятында. Сондықтан да осындай әруақ деп жүргендерге, өлгендер бізді естиді деп жүргендерге сенбеңіздер, ол да айналып кетіңіздер. Әйтпесе байқамай шайтанның азғыруымен олардың артынан адасып еріп кетесіздер.